Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университетінің химиялық технология және экология кафедрасының профессор ассистенті, PhD докторы Нұртай Жадыра Тастанбекқызы. Курстың атауы радиациялық қауіпсіздік негіздері. 10-шы дәріс жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: жеке қорғаныс құралдары, жеке қорғаныс құралдарына қойылатын талаптар, жеке қорғаныс құралдарының қолданылатын анықтамалар, жеке қорғаныс құралдарының түрлері және мысалдар. Жеке қорғану құралдары жұмысшыларды зиянды және қауіпті өндірістік факторлардан қорғауға арналған. Ұжымдық қорғану құралдары екі немесе одан да көп жұмысшыларды зиянды және қауіпті өндірістік факторларынан бір уақытта қорғанулары үшін арналған техникалық жабдық. Жеке қорғаныс құралдары ең басты атқаратын міндеті адам өмірінің денсаулығын улы заттар шығаратын өндірістік зиянды факторлардың әсерінен қорғау. Жұмысшыларды қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету. Бірінші, құралдармен жұмыс беруші қамтамасыз етеді. Құралдардың қатары жеке және ұжымдық келісім шартымен анықталады. Жеке қорғаныс құралдары жұмысшылардың басқа жұмысқа ауысып, немесе құралдардың қолдану мерзімі аяқталған кезде беріледі. Жеке қорғану құралдарын газсыздандыру. Жеке қорғану құралдарын зиянсыз ету, немесе олардан қауіпті химиялық заттарды алып тастау. Залалсыздандыру. Жеке қорғану құралдары мен оларды құраушы бұйымдардан радиоактивті ластануды алып тастау. Дезинфекциялау. Жеке қорғану құралдары мен олардың құрастырушы бұйымдарынан бактериялық ластануды алып тастау. Дезинфекциялау. Ұнақ аяқтыларды алып тастау. Жеке қорғану құралдары мақсатына қарай қолданған кезде пайдалануға және техникалық қызмет көрсетуге қойылатын қауіпсіздік талаптары. Адамдар өмірі мен денсаулығын зиянды және қауіпті факторлардан қорғаудың қажетті деңгейін, қауіптердің пайда болуына әкелуі мүмкін жағдайлардың туындау қатерінің болмауын, жеке қорғану құралдарын пайдалану кезінде туындайтын қатерден адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ететіндей әзірлеуге және жасауға тиіс. Жеке қорғаныс құралдарында қолданылатын анықтамалар. Амортизаторлар жоғарыдан құлаған кезде ұлғаятын кинетикалық энергияны бәсеңдетуге арналған сақтандыру жүйесінің компоненті немесе жеке бөлшек. Зиянды фактор адамға әсер еткен кезде оның ауруына немесе денсаулығының нашарлауына әкеп соғатын фактор. Жеке қорғану құралдарының құрамдас бөлшегі. Жеке қорғану құралдарын жинақтауға арналған, оның тұтастығын бұзбай бөлшектене алатын және жеке қорғану құралдарын құрастыру үшін қайтадан пайдаланыла алатын жеке қорғану құралының функциялдық жеке бөлігі, оның ішінде материалы. Радиациялық фактор адам ағзасының ішіне өткен және терісінің бетіне тиген сыртқы иондаушы сәулеленудің және радиоактивті заттардың әсері. Вегетативті патрон тыныс алу органдарының жеке қорғану құралдарының оқшаулаушы үлгідегі іске қосылған кездегі оттегі мен сіңіргіш көміртек диоксидін және су буын бөлетін құрамда химиялық заттары бар құрамдас бұйымдары. Тыныс алу органдарының сүзуші жеке қорғану құралдары. Пайдаланушы қоршаған ортадан дем алатын ауаны тазалауды қамтамасыз ететін тыныс алу органдарының жеке қорғану құралдары. Қорғаныс құралдарына қойылатын талаптар. Қозғалу кезінде кедергі келтірмеу, ыңғайлы болу, жұмысшылардың өз өлшемінің берілуі, тұрақты тексерістен өтуі, уақытында жөнделуі, сынақ мерзімдері туралы белгі қойылуы тиіс, санитарлық нормаларға сәйкес келуі, сертификатталған түрде берілуі қажет. Жеке қорғаныс құралдары міндетіне байланысты төмендегідей топтарға бөлінеді.
Айырғыш костюмдер, пневматикалық гидроайырғыш костюмдер, скафандрлер, арнайы киімдер, комбинезондар, шолақ комбинезондар, күртешелер, шалбарлар, халаттар, алжапқыштар, көкірекшелер, пальтолар, шолақ тон, толық тондар. Арнайы аяқ киімдер, етіктер, кең қонышты етіктер, шолақ етіктер, бәтеңкелер, туфлилер, калоштар, батиктер, бахилдер. Тыныс алу органдарынан қорғайтын құралдар. Газ қағарлар, респираторлар, пневмотилендер, пневмомаскалар, противогаздар. Противогаздар изоляциялық және фильтрлік бөлінеді. Изоляциялық противогаздар адамдарды ауа құрамындағы зиянды заттардан қорғайды. Фильтрлік противогаздар ауадағы әртүрлі зиянды қоспалардан фильтр арқылы тазалап қорғайды. Бетті қорғау құралдары, қорғаныш маскалар, қорғаныш қалқандар. Басты қорғау құралдары, каскалар, шлемдер, шлемнің астына киетіндер, бас киімдер, береттер, шляпалар. Қолды қорғау құралдары, қолғаптар, билайлар, саусаққа киетіндер, алақанға киетіндер. Көзді қорғау құралдары, қорғағыш көзілдіріктер. Есту органдарын қорғау құралдары, шудан қорғайтын шлемдер, құлақшындар, арнайы шуға қарсы қойындылар. Сақтандырғыш тетіктер, сақтандырғыш белдіктер, диэлектрлі кілемшелер, қолтық қармауыштар, манипуляторлар, тізеге киетін қаптар, шынтақ қаптар, иық қаптар. Теріні дерматологиялық қорғау құралдары, жуғыш пасталар, кремдер, майлар. Ұжымдық қорғаныс құралдары. Ұжымдық қорғаныс құралдары екі және одан да көп жұмыс істеушілердің зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен бір мезгілге қорғауға арналған арнайы техникалық құралдар. Ұжымдық қорғаныс құралдарына қоршаулар, тежегіштер, сигналдық құрылғылар тағы басқа қорғау құралдары жатады. Ұжымдық қорғаныс құралдары, панахана, радиациядан қорғайтын орындар, қарапайым қорғаныс құралдары. Сақтандырғыш құлыптау құрылғылары, контактпен байланысы жолдағы сезімтал элементтер арқылы жарақат алу қаупі туралы ақпарат алған кезде машиналардың жұмыс режимінде немесе қауіпті өзгерістердің қате әрекеттері орын алған жағдайда жабдықты автоматты түрде өшіруге арналған. Панахана, бункерлер. Панаханалар жан-жақты қамтылған құрылғылардың және желдеткіш құралдарының болуымен сипатталады. Олардың көмегімен адамдар тіпті қираған паналарының өзінде ұзақ уақыт бола алады. Олардың қауіпсіздігі бірнеше тәулік бойы қамтамасыз етіледі. Панаханалардың кіреберісі мен шыға берісі болуға тиіс. Ал оған құлаған жағдайда авариялық шығыс беріс болу керек. Қорғаныс құрылымдары қызметіне, орналасу уақытына, қорғану қасиетіне және сыйымдылығына байланысты топталады. Көпшілікті қорғау құралдарына арнайы қорғану құрылымы орналасуы бойынша қосылып салынған және жеке тұрғызылған қорғану құрылымы болып бөлінеді. Қосылып салынған құрылымға ғимараттың подвалын жатқызуға болады. Бұл қорғаныс құрылымдарының ішінде кең тарағаны. Қорғану құрылымдарының жеке тұрғызылған түрі ғимараттардан бөлек орналасады. Баспаналар бұл тасаланған адамдарды ядролық жарылыстың барлық зақымданушы факторларынан, биологиялық құралдардан, сондай-ақ өрт кезінде түзілетін жоғары температуралар мен зиянды газдардан қорғауға арналған арнаулы құрылыстар. Панаханалардың салыну талаптары. Панаханалар мына негізгі талаптарды ескере отырып тұрғызылуға тиіс. Олар адамдардың үздіксіз келіп кетуін қамтамасыз етілуі, су баспайтын жерлерде салынуы,
су беру және қысымдық канализация жерінен алыс болуы, панахана арқылы транзиттік инженерлік коммуникациялардың өзгеруіне жол бермеу. Панахананың қорғау сенімділігіне қоршау құрылғыларының ите беріктігі, сондай-ақ қоршаған ортаның үстіңгі беті радиоактивті улағыш заттармен және бактериалдық құралдармен ластанған немесе жаппай өрт қалған жағдайда панахананың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін санитарлық гигиеналық жағдайларды жасау есебінен қол жеткізеді. Жасырынуға арналған бөлме бірнеше бөлікке бөлінуі тиіс. Адамдарды орналастыру үшін бір және екі ярусты орындықтар немесе нарлар қойылады. Төменгісі отыру үшін, үстіңгісі жату үшін. Санитарлық нүкте сырқаттарды анықтау және оқшаулау мақсатында жасырынатындардың жүріс-тұрысы мен денсаулық жағдайын тұрақты бақылайды. Санитарлық тораптар ерлер мен әйелдер үшін бөлек орнатылады. ДС үшін бөлмелер ішкі қабырғаға орналасады және басқа бөлмелерден жанбайтын қабырғамен панаханалардан бөлмеге өтетін кіреберістер панахана жаққа қарай ашылатын екі қымталған есігі бар тамбурмен жабдықталады. Панахана желдеткіштері әдеттегідей екі режим бойынша қамтамасыз етіледі: таза желдеткіштер және сүзгіштік желдеткіштер. Таза желдеткіштер режимі кезінде панаханалар берілген сыртқы ауа радиоактивті шаңнан, ал сүзгіш желдеткіштер режимі кезінде озы мен б-дан тазартылады. Панаханада сумен жабдықтау мен канализация қалалық және объектілік жерлерде жүргізіледі. Алайда сыртқы желілер бұзылған жағдайда судың авариялық қоры, сондай-ақ сыртқы жерлерге тәуекелсіз ағын жинауға арналған қабылдағыш жасауға тиіс. Панахананы электрмен жабдықтау қаланың сыртқы желісінен және қажетті жағдайда қорғалған көзден ДС-тен жүргізіледі. Сыртқы желілерінің электр беру тоқтаған жағдайда панаханада көшпелі шаң батарея, велогенератор мен басқа көздерден авариялық жарық қарастырылады. Жылдам тұрғызылатын панаханалар. Дер кезінде салынған панаханалардың жеткілікті саны жоқ жағдайда соғыс барысында немесе шабуыл қаупі кезінде қалалар мен өндірістік объектілерде салынады. Олар қысқа мерзімді темір-бетон жиналмалы құрылысынан немесе ағаш материалдардан жасалынады. Мұндай панахананың сыйымдылығы 50-200 адамға дейін. Радиациядан қорғайтын орын. Радиациядан қорғайтын орын ауылды жерлердегі және ядролық соққы беру ықтималдылығы өте төмен шағын қалалардағы, сондай-ақ ірі қалалардан ауылды жерлерге көшіп қоныстандырылған халықты радиоактивті зақымданудан қорғау үшін пайдаланылады. Радиациядан қорғау орындарына бір қатар талаптар қойылады. Оны қоршайтын құрылғылары радиоактивті сәулеленуді талай мәрте әсер ету қажеттілігін қамтамасыздандыруға тиіс. Панахана жасырынатын адам көп келетін жерге жақын орналасуға тиіс. Еденнің деңгейі топырақ суының ең жоғары деңгейінен кемінде 0,2 метр биік болуға тиіс. Радиациядан қорғау орны бөлмесінің биіктігі еден бөлігінен бастап жабыннан төменге дейін 1,9 метрден кем болмауы тиіс. Сыйымдылығы 50 адамға дейінгі бір кіреберіс ұстауға рұқсат етіледі. Кіреберістер жасырынатындардың негізгі тобының қозғалысын ескере отырып, панахананың қарсы жағына орналастырады. Қарапайым үлгідегі панаханалар. Панахана мен радиациядан қорғану орны жетпеген, сондай-ақ уақыт ең қаражат болмаған
жағдайда еңбекке жарамды бүкіл халық қарапайым панахана вуздарды салады. Қарапайым панахана жағдайында панахана мен радиациядан қорғану орны сияқты халықты қорғаныс ғимараттармен қамтамасыздандыруға аралық кезең болып табылады. Олар халықты ядролық жарылыстың соққы толқынынан, жарық сәулесінен және өткіш радиациядан қорғайды. Шағын ашық желімен салыстырғанда 1,5 есе азаяды. Панаханалардың суреттері. Қорытынды: жеке қорғаныс құралдары мен медициналық мүлік адамның өмірі мен денсаулығын қорғауда маңызды рөл атқарады. Олар төтенше жағдайларда қауіпті факторлардың әсерін азайтып, алғашқы көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл құралдарды дұрыс пайдалану, сақтау және уақытылы тексеру қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі шарты болып табылады. Осымен 10-шы дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.